Қамшының қасиеті. Қазақ халқы ежелден қамшының жын шайтандарды қуатын қасиетін жақсы білген. Ата-бабаларымыз қамшыны шаңырағының төріне ілу арқылы үйдің де, елдің де тірегі, шаңырақтың иесі, ер азаматы бар екенін білдірген. Төрге ілінген қамшы айбатты көрінген. Көзі түскен адамның мысын басқан. Қазіргі тілмен айтқанда, зиянды энергияны үйге кіргізбеген. Қамшы тұрған шаңырақта ұрпақ жалғасады деген наным сенім қалыптасқан. Сондықтан да есін білген бала да, ақсақалдар мен абыздар, хан мен қара да қамшыны жан серігі ретінде жанынан қалдырмаған. Көне көз қарияларымыздың айтуларынша, қамшыны құнан өгіздің терісінен илеп жасаған, ал сабын тобылғы ағашынан дайындаған. Әрбір қазақ шаңырағы қамшының қасиетін қастерлеп, ата дәстүрді аяқ асты етпеген. Қамшы бақ берекені қорғап келе жатқан қазақтың жан серігі іспеттес. Қамшы дауды да, жауды да тоқтатқан деген аталы сөз тегін айтылмаса керек. Тегімізге тартқан текті болу үшін тереңде жатқан тарихымыздан сабақ алайық ағайын.